Мына кәмпиттерді жеп ауруханадан бірақ шығыпты. Осы кәмпитті жеген балалар жұқпалы аурулар емханасында инфекционный больницада жатыр дейді. 15-17 күн бойы понос дейді балаларда. Бұл қантсыз тәттілер аудио хабарламада айтылғандай қауіпті ме? Талдап көрейік. Желіде тараған кәмпиттің құрамында сорбитол қоспасы бар. Бұл тағам өнеркәсібінде қолданылатын қант алмастырғыш. Алайда оны көп мөлшерде тұтыну іштің өтуі немесе диареяға әкелуі мүмкін. Мысалы, бір кәмпитте 12 грамм сорбитол бар. 70 килограмм салмақтағы адамға күніне 5-10 кәмпиттен артық тұтыну кейде іштің өтуіне немесе диареяға себеп болуы мүмкін. Бірақ бұл әсер тек Қытай кәмпитіне ғана емес, құрамында сорбитол бар кез келген өнімге тән. Қазақстанда ресми түрде Қытай кәмпитінен улану жағдайлары тіркелмеген. Қытай кәмпиттері онлайн дүкендер мен маркетплейстер арқылы әкелінеді. Ал санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті оған толықтай бақылау жасай алмайтындығын хабарлады. Бұл ақпарат дәлелденбеген. Кәмпит адам өмірі үшін қауіпті емес. Дегенмен, тәттілерді шамадан тыс жеуден сақ болу керек. Тәттіні жақсы көретін досыңызға жіберіп, лүпіл басып қоюды ұмытпаңыз.